Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін сіздермен біз молекулалық кинетикалық теорияның есептерін талдайтын боламыз. Енді жеңіл есептерден бастайық. Мысалы, мына бірінші есепте 40 моль газ бар баллондағы газ молекулаларының санын табыңыз дейді. Яғни ню тең n бөлінген na формуласындағы n-ді табыңыз дейді. Ню көбейтілген na арқылы табамыз. Яғни бір формуламен шығатын есеп. Жақсы. Келесі есеп. Мысалы, екінші есеп. 127 градус Цельсий температурадағы гелий атомның орташа квадраттық жылдамдығын табыңыз. Қарасаңыз, V тең 3R-ті бөлінген молярлық масса формуласы арқылы шығаруға болады. Бұл жерде 3R, 3-ті R-ға көбейткен кезде, жуықтап алған кезде 25 деп алсақ болады. Температура 127. Қараңыздар, 127 градусты жазатын болсам, бұл қате болады. Достар, әрқашан есеп шығарып жатқан кезде өте мұқият болуымыз керек. Барлық шама бізде Си жүйесінде берілген ба? Градус Цельсий Си жүйесінде температураның өлшем бірлігі болып табылмайды. Температураның өлшем бірлігі Кельвин. Алдыңғы сабақта сіздермен бұл нәрсені талдаған болатынбыз. 127 градусты Кельвинге айналдыру үшін 273-ке қосуымыз керек. Яғни ол бізде 400. Кельвин 4 10-ның минус 3-і. Минус 3-і. И бұның барлығы түбірасында. Енді қараңыздар. 25 түбірден 5 шығады, 400 түбірден 20 шығады, 4 түбірден 2 шығады. И 10-ның минус 3 дәрежесі үстіне көбейтсек бізде плюс 3 дәрежесі, түбірден 10 түбір асты 10 шығады. Енді не істейміз? 20-ны 2-ге бөлеміз, 10, 100, 500 түбір асты 10 болды. 500 түбір асты 10. Енді жуықтап алғанда 1600 метр секунд деген жауапты таңдасақ болады. Жақсы. Келесі есеп. Бетінің ауданы 14 сантиметр квадрат. Затқа қалыңдығы 0,5 мм күміс жалатылды. Күміс қабатындағы атом санын табыңыз. Өте керемет есеп. Орта деңгейдегі есеп. Астын сызып қойдым. Не үшін? Си жүйесіне айналдыру керек деп. Санды табу керек. Қараңыздар, масса Na берілген n, яғни n бөлінген Na тең масса бөлінген молярлық масса. Яғни зат мөлшерінің екі формасын бір-біріне теңестіру арқылы шығарамыз. Негізі барлық есептер өзі бір-біріне ұйқасып, нені берілген шартты өте мұқият оқитын болсаңыздар, есептер бір-біріне тығыз байланысты болады. Берілген шамалар нені табу керектен қараңыз. Аудан берілген, қалыңдық берілген, яғни көлемді таба аламыз. Көлемді білеміз, тығыздықты білеміз, массаны таба аламыз. Бір-біріне тығыз байланысты. N тең SH ρ көбейтілген Na бөлінген молярлық масса. SH 14 сантик квадрат болған үшін 10-ның минус 4-і, биіктік 0,5 милли, минус 3, 5 деп жазамда, минус 4 деп жазам. Ро күмістікі 105 10-ның 2-сі, 105 10-ның 2-сі мұнамен қысқарта салам, минус 2 деп жаза салайын. Na 6 10-ның 23-і. Бөлінген молярлық масса. Молярлық масса бізде 108 10-ның минус 3-і. 108 10-ның минус 3-і. Қараңыз, минус 3-пен мынау кетті, и мына жерде минус 3 қалды, ол да кетті, 23-те қысқарды, бұл жерде 20 қалды. Жақсы. Не болды сонда? 14 көбейтілген 105, көбейтілген 5, көбейтілген 6, бөлінген 108-ге. Көбейтіп шығайық. 14 көбейтілген 5, көбейтілген 105, көбейтілген 6-ға шыққан жауапты бөлеміз 108-ге. 40/8, яғни n 40 408 10-ның 20 дәрежесі. Осыншама молекула бар екен. Енді келесі есеп. Мысалы, 10-шы есепке қарайық, бір талдап шығайық. Қысымы 14 мегапаскаль, орташа квадраттық жылдамдығы
700 метр секунд оттегінің молекула шоғырын табыңыз дейді. Жақсы. Мегапаскаль. Көрдіңіздер ме? П тең 1 бөлінген қысым берілген. Бұлай жазсақ болады. N, K, T десек болады. Сіздер айтуларыңыз мүмкін. Ағай, бұл жерде P мен K-дан басқа N мен T мүлдем жоқ деп ше. Бізге N-ді табу керек. Оттегінің молекула шоғыр N-ді табу керек. N-ді қалай табамыз? Мысалы, температура бізде жылдамдық арқылы молярлық масса версиясы расталуға болады. Қалай? 3R-T бөлінген молярлық масса. Осы жерден V квадрат T-ны тауып алсақ болады. T тең V квадрат көбейтілген молярлық масса бөлінген 3R. V квадрат 7-нің квадраты 49, 10-ның 4 дәрежесі. Молярлық масса бізде 32. 10-ның минус 3 дәрежесі. Минус 3 пен плюс 4 қысқарды, 10 қалды, бөлінген 25-ке. 490 көбейтеміз 32-ке, бөлеміз 25-ке. Жауап 627. Температурасы 627. Болды, енді табамыз. N тең P бөлінген K-ті. Жақсы. P дегеніміз мега, көрдіңіз бе, астын сыз қойғам. Не үшін? Си жүйесін айналдыру керек. 14, 10-ның 6 дәрежесі. Бөлінген 1-де 23, 10-ның 23 дәрежесі. Көбейтілген минус 23. Еще температура бар. 627. 627. Енді дәрежелерді оңай үстіне тастай саламыз. Мына минус плюс болып бараттағы дәрежесі бізде N-нің дәрежесі мына жерде 29 болып шығады. Не қалды? 14-ті бөлеміз 1,123-ге, шыққан санды тағы да бөлеміз 627-ге. 0, 0, 18. 1-де 8 деп жазсақ та болады. 18 деп жазу үшін мына жерден 3 дәрежені жоқ болу керек. Сонда N тең болады 18, 10-ның 26 дәрежесі метр минус куб екен. Түсінік ма? Мынандай есептер осылай шығады. Енді осы газдағы молекула санын табыңыз. Жақсы, мықты. Тағы да өзгеше есептерді қарастырайық. Мысалы, 14-ші есеп. 14-ші есепте көлемі 546 литр, газдың 140 кельвин, температуралық қысымы 210 килопаскаль болса, осы массадағы, осы газдағы 203 градус Цельсий мен 78 килопаскаль қысымдағы көлем табыңыз. Не берілген? Көлем берілген температура қысым, қысым температура көлем тап дейді. Яғни идеал газдың теңдеуі PV нью-эрт. Осы газдағы деген сөз, олардың нью-эртісі бірдей деген сөз. Яғни P1, V1, T1 бөлеміз P2, V2 нью-эр T2-ге. Нью-эр екеуінде бірдей қысқарып кетеді. Сонда бізде P1, V1 қатынасы P2, V2 тең T1, T2-ге. Қысымдағы көлем табыңыз. Көлем табу керек, V2-ні табу керек. V2 тең болады, сонда P1, V1 T2 бөлінген P2 T1 болады. Не істейміз? Қойып шығамыз. Қойып шығудан алдын, құрметті достар, мына жерде сызып қойған шамаларды Си жүйесіне айналдыру керек. P1-іміз 210 кило болған үшін 10-ның 3 дәрежесі. V1-іміз 546. Не үшін сызып қойдың? Бізде көлемнің Си жүйесіндегі өлшем бірлігі метр кубқа айналдыру үшін литрді мыңға бөлу керек, яғни 10-ның минус 3 дәрежесі болады. T2-іміз 203, оны 273-ге қоссақ 70 қалады. 70 кельвин. Бөлеміз оны P2-ге. P2-іміз бізде 78 килопаскаль, 78, 10-ның 3 дәрежесі. И не қалды? Бізде T1 қалды. T1 дегеніміз 140 пен 70-ті қысқартайық. 2 қалады. Дұрыс па?
Ал сонда 210 көбейтілген 576 бөлінген 156-ға. 210 көбейтілген 546 бөлінген 156-ға. Жауап 735. И құрметті достар, мына 10-ның 3 дәрежесі жоғары көтерілген кезде минус 3 дәрежесі болып барады. Минус 3 дәрежесі. Сонда көлемі V2 тең 735, оның минус 3 дәрежесі метр куб, или же 735 литр деп алсақ та болады екен. Құрметті достар, осымен біздің молекулалық кинетикалық теория тақырыбының есебін талдау